мұғалімі Бабалиев Әлімжан Абзалбекұлы. 8-ші сынып қазақ әдебиеті. Сабақтың тақырыбы Тахауи Ақтановтың Күй аңызы әңгімесі. Сабақтағы оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Бағалау критерийлері. Бірінші, мінездеу түрлерін ажыратады. Екінші, кейіпкерлерге мінездеме бере алады. Үшінші, мәтінмен жұмыс жүргізеді. Күй аңызы шығармасын барлығымыз оқыдық. Олай болса, интервью әдісі арқылы бірнеше сауалдарға жауап іздеп көрейік. Бірінші, ботасы өлген аруана естемес күйшіге қалай әсер етті? Екінші сұрақ, Оразымбетке қандай мінездеме берген болар едіңіздер? Үшінші, әкемнің ұлы жоқ, айып етпеңіздер деген кейіпкер жаңылға қандай мінездеме берер едіңіздер? Өлімнен ұят күшті, шалға қандай мінездеме берер едіңіздер? Оқу мақсатына сәйкес тура мінездеу, жанама мінездеуге тоқталып өтсем. Тура мінездеу дегеніміз әдеби кейіпкерді таным түсінігімен мінез құлқын таныта, даралай суреттеу болса, жанама мінездеу оған қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсету. Оқушылар, сіздерге берілетін бірінші тапсырма шығармадағы кейіпкерлердің біреуіне немесе бірнешеуіне тура мінездеу немесе жанама мінездеу жасап кестені толтыру. Дескриптор мәтінмен жұмыс жүргізеді, кейіпкерді сипаттап тура мінездеуге мысалдар келтіреді, кейіпкерді сипаттап жанама мінездеуге мысалдар келтіреді. Екінші берілетін тапсырма концептуалдық кесте. Шығармадағы әрбір кейіпкердің өмірге қызығушылығын, адамгершілік қасиеттерін, сол кейіпкерлерге баға беру. Кестені толтыру. Дескриптор. Кейіпкерлер табиғатына талдау жасайды, кейіпкерлер